Бексұлтан, сәбізге қош келдің тағы да. Қош келдік. Видео шығып кетті, приш. Бүгінгі сәбізде кім жеңеді деп ойлайсың? Мадияр Пернебай. Талант бар, таныс жоқ сияқты ғой, енді көреміз. Олай болса, саған сәттілік тілейміз. Таныс болу үшін алдарындағы қағазды ашып көрсеңдер болады. Қайсынан бастайық? Астында қағазды ашып көр, иә. Картоп, жұмыртқа, сыр, тұз, селен, қарабұрыш, сұйық май, қаймақ. Алдымен картопты күзден өткізіп аламыз, содан кейін 3 жұмыртқа қосамыз. Сырды үшкіштен өткізіп, картопқа араластырамыз дейді. Зелен қосамыз дейді. Қарабұрыш дейді. Жақсылап араластырып, сұйық майға қуырамыз. 3 қабат етті қуырып, 3 қабат етті жанына аздап қаймақ саламыз. Сөйтіп жейміз, е? Жеуге келетін болса. Күш деген... Секундомер анау-мынау жоқ қой, а? Кім жылдам бірінші бітеді? Иә, кім бірінші бітеді сол. Бана кішкентай ғой. Қолып. Картоп жеріне қой. Сыр жолдық қой. Ең бар еді, батылға шақырып. Слабо. Батылға шақырып ең бар еді. Бетін картошка оқып. Ача? Картошка емес ол приш. Пека, сен түкістен ойда кезің ғой. Мен ойланып келбедім дейміз. Кішкене опыты бар жігіттер. Көп сөйлеу не надо. Көрейік, давай, іс жүзіне дәлелде. Жұмыртқа қосамыз. Ал, сен сүйіктісің бе? Абайлап өзіне пікасты жерме дейсің. Типа, Үйрен алсың ғой? достижение дейсің. О, бәсе. Тупой да просто жаңа жері. Сен опшыма кезің ғой сен? Кішкене бір жерден аша алмайсың ба? Жұмыртқаның ішіне сала берейін ба бейт? Қиын бекен? Курсқа қатысайшы, тамақты істеу және оның жолдары деген бар. Сыртынан қарап айтуға болмайды. Шыбандық бойынша болады па? Қанша қосамыз? Білу керек. Қарсыласын айтпайсың. Білу керек. Атын не деп қоямыз? Тамақ. Блюдо по-ютуберски дейсің ба? Нефтен болды. Жақсылап араластырып сұйық майға құрамыз дейді. Сковородканы дайындай берейік та. Сковородканы берсеңдерші. Мынаған қосамыз. Жет-жебек пісір жіберейік. Солға жібетқан жоқ па? Достар, егер де бұл адам кім екен білмесеңіздер, бұл менің ютубтағы қасымдағы... Ютубта қасымда түсетін досым Мадияр Пернебай. Өздеріңіздер білетін шығарсыздар, арнасына 160 000 подписчик болған, бірақ та енді... Өкінішке орай оның каналын жауып тастаған YouTube. I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. Бірақ қазір енді екінші канал ашып, уже бір 35 000 подписчиктен алды сразу. Страшный өтті ғой, ерна? Как көреміз сенкін? Ой, ғашын. Қызып кетеді, бұл сал. Таста, бол тез. Тез засайшын, тез сала, талпай тез. Тез запалил май. Чё там? Үш қауд етіп жанына азап қаймақ саламыз. Болды ғой. Бізде бірінші болған Мадияр. Көріспей қойықты. Бек сәлі әрлеп жатыр, сәндеп жатыр. Болды ма? Қанша уақыт берейін? Все. Уақыт бойынша бізде Мадияр. Бірінші өзі. Мадияр. Есеп 1-0. Әдемірегі бойынша кімге береміз? По-любому менікі ба?
честно. қойса мойындаса Енді қарасаңшы, сен қарап плагиатчик қойса айналайын үште бесті менен қарадыңшы сөз білмейсің. Короче, қараңыз, менікі дөңгелек, әдемі. Ана енді... менікі 4-3 мане. Ну это как, типа, анау, енді не каша шелпек бұл? А менікі типа әдемі ғой. Менікі әдемірек қой. Мадиарға кім дауыс береміз? Ағай, менікі әдемірек қой. Біреу. Екеу. Ше, тіпті. Иә, Бексұлтан де Не саласың ғой мен? қасындағы ағайларың дауысқа Жо, менікі салғандықтады. әдемі ғой, айтсын. Енді көрермендер анау мынау деген Мадиярка әдемі шығыпты, иә? Енді дәмін көреміз. Как әдемірек менікін қарасаңшы. не болмаса достар өздеріңіз комментарий жазып кетіңіздер, өздеріңіз бағасын беріп кетіңіздер. Дәмін көреміз. Дәм бойынша Бексұлтан әдемі екен. Бірақ есеп 2-1. 2-1. Не? Дәмі салыстырмақ бере салатын ғой негізі. Бізде жеңіс кешкен Мадияр. Мадиярды құттықтаймыз. Құтты olsun. Жақсы болсын, алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Көрейінсің. Менікі әдемірек қой. Енді бұл жол жеңбесін де келдесі ол жеңерсің. Жо, честно айтып отырмын, видео неге емес, камера емес, реально әдемірек Сұраяқта қой. көрермендерін сұраяқ. Жо, видеоға емес деймін. Ютубтан көріп қалар болса. Видеоға емес, вообще әдемірек деп жатырмын. Тоқтасайшы. Мына жерде екеуміздің мнениеміз, халықтың мнениесін сұрайық. Видеоға емес деймін, былай айтып отырмын. Нефтем болды. Иә, Бексұлтан тамағың жеп ал, ас болсын. Кімдікін жеп олсың, өзіңдікін? Мадияр, сені бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Рахмет. Сайыс әділетті өтті деп ойлайсың ба? Жеңген адам бәрі әділет дейді ғой. Мадияр, Игнор жассың. Енді студент уже видно. тағы да сәттілік тілейміз, жеңісің құтты болсын. Рахмет.